Менде просто мынандай ұсыныс бар да, сен гонорарыңды білейін дегенім негіз қанша? Жайша. Бізде, короче, оттаймның бір бөлімін екі жүргізуші жасасақ па деп ұсыныс жасап жатыр. Ютубта ма? А темалар в основном қандай болады? Сол Ашот Ораздың, кімнің, Айдостың қатысқандағындай болады. Бірақ кішкене андай да, бүкіл тақырыпты айта бересің ашық. Көрдің ғой, кішкене влажно дей ма, сондай. Мен көріп отырмын, мен суретті көрдім. Бағдарламаны көрдім. Көре алмадым мен. Негіз басқа нәрсеге шақырғам, сен что-то асығып тұрсың. Айта бер, мен осыдан. Біреулер келе ма? Жоқ, айта берсең. Ыңғайсызданып отырмын. Неге? Біртүрлі ғой сен қазір кетіп қалсам сосын. Айта бер, немесе. Негіз қызың бар ма? Ал? Қызың бар ма? Иә. Кетші жүрсің бәрі. Бар бәрінен. Кәдімгі серьезно жүрсің. Иә. Скоро 30-ға толамын. Күйеуге шығу керек болатыр. Срочно. Күйеу керек дейсің ғой, нормально. Нормально болғанда сен бір нормальный завидный жених па деп ойлаған ғой негізі. Болды ғой. Болды. Нормально ма деп? Кетші бар. Мен ренжітіп жатсың конкретно, кетші. Предложение жасасам үйленесің ба? Шынымен? А? Серьезно айтады? Жоқ, бәрі нормально уже жағынан. Дәке, жағынан не переживай. Переживать етіп жатқан жоқ? Жоқ, вообще деймін да, бұл тема уже жабық. Неге? Неге сонша жабық? Маған все устраивает, меня все классно, супер. Қолыңды берші. Ондай нәрсе қимай. Что там, қазір мен? По душевно сөйлесіп алайыншы. Все, я понял. Қайда кетіп барасың қашып? Қашып кеткенің не? Заттарым қойып отырмын. Алдында көрдім өзімді. Сосын алдына бір-екі рет намек тастап сөйлегеннен кейін ойладым да, енді мен енді кішкентай бала емеспін ғой енді. Сосын ойлаған басы бос болса, сөйлесіп көрейін. Мүмкін енді көріп тұрмын ғой четкий жігіт екенімді. Соған ойлаған. Өзім предложение жасап көрсем қалай болады екен. Нормально, ол тема жалғасылайды. Ол темада вообще сөйлесің деп тұрған жоқ па сен? Негізі менде мынандай саған сюрприз бар. Шын айтам. Мына менің папамдікі. Кәдімгі өзім папам. Менің мамам жоқ қой, папам ғана бар. Жаның ашмай ақ қойсын, но бірақ мен өзім чисто предложение жасаймын. Соны қолын берші. Жабаса бұл тема. Неге? Себебін айтшы хотя бы отырып адам сөйлеп. Неге болмайды? Қош жарты сағат әлі уақыт бар. Мен сені білесің бе? Бір сағаттай уақыт күтіп отырмын. Сен бір нәрсе айтатын шығатын болсаң, сен басқа тема айтып Берші, қолыңды көрейінші, хотя бы келе ма, келмей ма? бұл тема болады. Үйленбейсің. Басың бос емес. Саған ұнамаймын ғой. Может, мен одан да лучше болатын шығар, сен қайда? Сен де білмейсің ғой, сен әлі жап-жассың ғой. Может, сен енді қайдан білемін, алдында просто сен не қылғасын ойлаған, мен предложение жасадым. Негізі, құдай тұр, мен саған айтайын, ағарған ұстап айтайын, міне тұр. Өмірімде бірінші рет жігітке мен өзім айтып жатырмын да солай, жалпы көрейікші деп, просто өзің что-то не қылатсың ғой, қашып, арып. Ол тема, мен ойда, жақта ол тема. Маған қызық емес. Ол тема жалғасады. Мен айттым, қайталап. Может, хотя бы кездесіп көрерміз? Может, ұнайтын шығар саған. Не дейсің, бәрін істеймін. Пожалуйста, 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 Нұрсұлтан. Нормально отырсың. Пожалуйста, қолын бер. Қайда кеттің енді? Не қылып отырмын? Пока деп кетсейші хотя бы. Пока деп кетсейші хотя бы. Короче. Жібермеймін. Жібермеймін ешқайдан. Адам құсап кішкене. Короче, соңғы рет кездесіп тұрмыз ғой? Иә. Онда одан артық. Достып, кетші, қайда қашып бар? Пранк.
мен шын айтамын. Ренжімеш, пожалуйста. Все, нормально. Сен настроениең көтерейін деген. Просто сен алдында келмей қойдың. Мен негізі өмірімде бірінші рет предложение отказ жасап жүрген қалай кетті. Ё-моё. Мен өмірімде құдай ақ ешкімге, даже өзім 7 жыл жүрген жігітіме жасамаған мен саған айтайын. Ё-моё, палец. Қызы бар. Басы осы біз. Нормально все, о чем вы? Өзің ыңғайсың. Шығарам мен. Білесің бе, мен саған айтайын, ертең 29-да 4 жылда бір келетін уақытта Шотландияда мынандай заң болған екен. Күйеуге шықпаған қыздар үйленбеген жігіттерге предложение жасауға құқығы болған, кәдімгідей заңдық тұрғысынан енгізген екен. Егер жігіт отказ беретін болса, сен маған штраф төлеуің керексің. А егер сен отказ бермей я дейтін болсаң, онда үйленуіміз керек, сондай болған ғой. Ол тек күйеуге шықпай қалған қыздарда сондай закон болған. Көрдің бе? Соны пайдаланып, короче, ертең пранкқа сені шығардық қой. Болсын пранк. Жақсы шықсын. Көрдіңіздер. Қаша деп қоямын. Тағы да қаша. Бәсе, бір орында отырмай қаша үйрет, қаша. Жасап жатырмыз енді. Келші. Рахмет, молодец. Сәтті болсын, просмотр көп болсын.